Немесе кейбір ақымақтар түнде істеген күнәсін ертесіне күндіз отырып алып жырғып айтып отырады. Бұл тағы да бір сорақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл ақымақты дейді, Алла не қылған? Жасырған. Бұл ақымақ сол жасырған нәрсені қайтып ашып айтып отыр. Оның да күнәсі өте ауыр, екі есе ауыр. Себебі аналардың бәрі тыңдады ғой. Сол үшін сен екеуміз жыртылып айтуға болмайды. Баяғыда 98-де екеуміз ішпек қой, білесің ба деп. Құдай жасырды ғой 98-де. Мыналар балалар білмейді ғой сен ішкенді. Қайдан білсін, оларға айтып не қыласың? 98-де ішкенді дейді. 99-да қуғанды айтып, 2001-де арықта жатқанды айтып не қыласың? Құдай жасырды емес па? Жасырған нәрсені не қылма? Әшкере қылма. Айтпа. Себебі естіген адамдардың бәрі куәгер болады, және ертең сұрайды, анау бізге сондай әңгіме айтып еді ғой, қайда анау? Қайда?